Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен кешкі асқа немесе түскі асқа керемет болып шығатын тауықтан жасалған тағамның рецептісін ұсынғым келіп отыр. Ең алдымен керекті заттарымызды жуып тазалап аламыз. Одан кейін картошкамызды осындай видеода көрсетілгендей орташа қалыңдықты кесіп шығамыз. Одан кейін 2 дана болгар бұршын қосамыз. Сәбізімізді турап шығамыз. Баклажанымыздың керек емес бөлігін алып тастап баклажанымызды тураймыз. Барлық ішіне қосатын көкөністеріміздің барлығын осындай ұзынша етіп тураймыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл тағамның дәмі өте керемет болып шығады. Құрамы қарапайым ғана заттардан тұрады. Барлығын осылай ұзын бөліктерге бөліп кессеңіздер болады. Одан кейін ішіне тауықтың аяқтарын салатын боламыз. Үстіне жарты кесе сұйық май құямыз. Тұз себеміз, қара бұрыш сеуіп, өзіңіздің қалаған дәмдеушілеріңізді қосып сепсеңіздер болады. Астын қатты отқа қойып, бетін жауып қоямыз. Одан кейін ыстық суымызды алдын ала дайындап аламыз. Сол ыстық суымызға 1 ас қасық томат пастасын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қуырылып жатқан тағамның үстіне құятын боламыз. Тағамда қуыру барысында араластырмаймыз. Тура солай пісетін болады. Пештің астын ең төменгі отқа қойып, қазанның бетін жауып, вермишелімізді қызып тұрған табамызға қуырып аламыз. Ешқандай май қоспай, тек өзін ғана қуыратын боламыз. Қызарып, қуырылып болды. Енді осының үстіне кішкене ғана май құятын боламыз. Алдын ала жуып тазартылған күрішті маймен бірге жақсылап араластырамыз. Тұз салып араластырамыз. Алдын ала суымызды қайнатып аламыз. Күріштің үстіне қайнаған суымызды құямыз. Суымыз күріштен асып тұруы керек. Барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Одан кейін бетін жауып, ең төменгі отқа қоятын боламыз. Суымыз тартылған соң, үстіңгі бетін осылай аударамыз, араластырамыз. Себебі беті піспей қалуы мүмкін. Сол үшін барлығын араластырып, қайтадан бетін жауып, төменгі отта пісіретін боламыз. Екінші жағында осылай тауық етіміз пісіп жатыр. Бар жоғы 30 минутта тағамымыз дайын болып шығады. Неге күрішіміз пісті, енді осы күрішімізді ыдысымызға орналастырамыз. Тәрелкеге домалақ қылып орналастыру үшін осындай кесені мұздай сумен шайып жібереміз. Сол кезде күрішіміз кесеге жабысып қалмай, осылай дөңгелек болып түсетін болады. Міне біздің асымыз дайын болды. Өзіңіздің қалауыңызға қарай бетіне ас көктер сепсеңіздер болады. Құрметті көрермен, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Себебі менің каналымда оңай, тез жасалатын, сіздің уақытыңызды алмайтын, үйдегі бар заттармен қолданылатын рецептерді көп түсіретін боламын. Сондықтан менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркелу батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!